Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуын қолдап, менің әр салған видеоларыма лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін сырники дайындайтын боламын. Сырники жасағанда ең бірінші сүзбе өте құрғақ болу керек. Артық суы болмауы керек. Әйтпесе пісірген кезде шашырап бөлініп кетеді. Сол үшін ең алдымен сүзбені мәрліге салып, алдын ала артық суын шығарып аламыз. Осылайынан қолымызбен қысып артық суын шығарып аламыз. Одан кейін сүзбені ыдысымызға салып, үстіне бір жұмыртқа, 2 ас қасық манная крупа және 1-1,5 ас қасық қант қосамыз. Қантқа көп қосып керек емес, себебі сүзбе мен қант еріген соң суы шығып кетеді. Сондықтан 1-1,5 ас қасық қант жетеді. Енді алақанымызбен домалатып, аз ғана ұнға аунатып, әдемі форма шығу үшін үстіне стакан қойып айналдырамыз. Және беті тегіс болу үшін осылайынан пышақпен басып шығамыз. Осылай барлығын домалатып жасап шығамыз. Енді қызып тұрған табаға аз ғана май құйып, орташа отта қызартып пісіріп аламыз. Табаның астын қатты қыздырмаймыз. Міне осылай екі жағын аударып қорып аламыз. Тарелканың үстіне майдың сіңіріп алу үшін қағазын төсеп қоямыз. Міне сырниктер дайын болды. Өте әдемі және дәмді болып шықты. Сіздерге ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар және менің каналыма келуді ұмытпаңыздар.